Ассалаумағалейкум. Қазіргі таңда әйел затының ең үлкен жасайтын зұлымдықтарының бірі бұл әлеуметтік желідегі әртүрлі еркектерді көріп отыр. Ол еркектер әйелдеріне қарсы бірде подарка беріп жатар, бірде Дубайға апарып жатар, бірде Турцияға апарып жатар, бірде Шарм-эль-Шейх беріп апарып жатар. Сөйтіп те өзінің күйеуіне қарайды. Өзінің күйеуіне қараса кейде ұрсады, кейде күледі, кейде сыйлайды, кейде жылайды деген сияқты. Сонымен аналардың өмірі бір келкі сияқты сезініп қалады. Сөйтіп те өзінің күйеуімен жаңағы өзгелердің күйеуін салыстыра бастайды. Ол негізі олардың да үйінде жаңағы ыстық суық бар, олардың да үйінде жаңағы әртүрлі жағдайлар орын алады. Бірақ олар ондай жағдайларды халыққа жарияламайды ғой. Халыққа тек қана жақсы жақтарын ғана жариялайды. Соны көріп алып өзінің өмірімен салыстыруы бұл үлкен зұлымдық болып табылады. Ал ол нәрсенің емі қалай? Ол нәрсенің емі Алла Тағала Құранда айтқандай, мүмин әйелдерге айт, көздерін харамға қараудан сақтасын деген нәрсе. Сол үшін Алла Тағала амандығымызды берсін.